Бүгінгі видеода сендермен бірге Free Fire'дағы заброшенный қараусыз қалған аккаунттарға обзор жасайтын боламыз. Және видеоның соңында банға кеткен ерекше аккаунттарды көретін боласыңдар. Видео өте қызықты болды. Басыламай жатып лайктарыңды басып каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Ал біз бірінші аккаунтты көретін болсақ, бізде 30 күн бұрын кірілген екен, яғни заброшенный аккаунт. Достар, давайте аккаунтын көрейік. Аккаунтын көретін болсақ, бізде 56 уровень 614 лайкты жинапты. Рейтингі бізде бронза, достар, өйткені бұл адам Free Fire'ды тастап кеткен. Пропстарында бізде ема достар, мына аккаунтта қалай мынау ема олдовский пропс мынада қалай жүр достар, мынада бір пропс болсын алынбаған айтамда достар, бұл аккаунтта қалай жүр деп қоямда, мынандай пропс алынбаған болса бұлда қалай жүр. Сеттерін оценка беретін болсақ, бізде үстінде осындай олдовский пропстың үсті бар, осындай әдемі, енді айта алмадым. Енді астында болса бізде осындай военный бізде шал бар, астында осындай кроссовка. Және соңғысы достар, бұл аккаунтта АК Дракон барға ойланды. Ал ойынын көретін болсақ, бізде ойыны бізде 24% хедшот солодан, ал дуодан болса бізде қандай екен, бізде 18% хедшот, ал отрядтан болса бізде қанша екен достар, бізде 20% хедшотпен ойнайды екен. Ал біздің бірінші аккаунт осындай болып шықты. Видеоны ұнаса лайктарны басып каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Ал біз келесі аккаунтқа кет. Екінші аккаунтты көретін болсақ, бізде тоже заброшенный аккаунт достар, обзор жасап кеттік. Ал аккаунтын айтатын болсам, 54 уровень 1633 лайкты жинап тастаған. Рейтингін айтатын болсам, бұл аккаунтта да бізде бронза тоже. Ал пропсын көретін болсақ, бізде ема достар, бұл аккаунтта да Сакура наборы бар, бірақ мына жақта бізде алынбаған бұл Сакура наборы достар. Мына жақта пропстар алынбаған ғой вообще. Бұны қалай түсінуге болады достар? Алло, Гарена, алло. Сеттерін оценка беретін болсақ, бізде қолында осындай қып-қызыл өзінің скары бар екен, енді әдемі. Басына келетін болсақ, осындай бізде Сакураның басы бар, олдовский, ал үстінде бізде бандитін, осындай қара бандитін наборы, содан кейін астында бізде Сакуран шалбары и тәпішкесі бар. Бұл баланы ойынын көретін болсақ, бізде успехи кбны басайық. Бізде қандай екен, давайте солодан бізде 25% хедшот, ал дуодан болса 14%, ал отрядтан болса бізде 16% ойнайды екен. Ал біздің екінші заброшенный болған аккаунтқа обзор аяқталды. Видеоны ұнаса лайктарны тағы да пытырлатып кетіңдер. Ал біз үшінші аккаунтқа кет. Енді үшінші аккаунтқа келетін болсыңдар, бұның несі ерекше деп ойлайтын болсыңдар, қазір көресіңдер. Аккаунтында бізде 7 уровень 83 мың лайкты жинап тастаған. Ойландар, 7 уровеньді аккаунт қалай 83 мың лайкты жинайды достар, ойландар. Және бұл ойналмаған аккаунт достар, 83 мың лайкты жинаған 7 уровень, бірде-бір матч ойнамаған ғой, қарасыңдар. Даже менің аккаунтымда 17 мың лайк болса, бұл аккаунтта 83 мың лайк, сонда бұл аккаунт менен мықты болып тұр ма? История матчтарын қарайтын болсақ, бізде ешқандай матчтарды ойнамаған, вообще 0 деп айтсақ та болады. Бірақ достар, спешл желаниясында осындай заттарды қалдырып кеткен екен, яғни бізде МК скины көккенбек. Ал көптен күткен үшінші аккаунтымызға да обзор аяқталды. Ал біз төртінші аккаунтқа кеттік. Ал әне мені дегенше уже төртінші аккаунтқа да келіп жеттік достар. Бізде 30 күн бұрын келген екен. Давайте аккаунтын көрейік. Аккаунтында бізде 3-ші уровень 36 мың лайкты жинап тастаған. Оны қоя берші. ID бізде ерекше ғой. Аккаунтында бізде бір пропуск алынған екен. Енді бұрынғы элитный пропусктар, содан кейін бізде 36 мың лайкқа бізге лайк басып қойық. Ал рейтингі болса екеуінен де бізде бронза, яғни бізде заброшенный болғаннан кейін. Ал аккаунтына оценка беретін болсақ, бұл аккаунтта достар қара шаштың наборы бар ғой. Прикиньте достар, осындай наборды полный киіп алған екен. Бірақ өкініштісі, бұл аккаунт достар Free Fire'ды тастап кеткен, яғни бұрынғы аккаунт болып қала береді. Ойындары қандай екен деп басып қалсам, бұл аккаунт вообще ойнамаған достар. КБны да, битва отрядты да вообще ойнамаған, тек сатып алған сияқты ғой. Ал біздің төртінші осындай заброшенный аккаунтымызға, ID ерекше аккаунтымызға обзор аяқталды. Ал біз 5-ші аккаунтқа кеттік ал достар. Ал 5-ші аккаунтқа келетін болсақ, бізде 85-ші уровень, яғни бізде заброшенный аккаунт достар. Давайте аккаунтта қандай екен көрейік. Ойбай достар, мына аккаунтқа енді айтатын болсам, жалко деп айтсам болады достар. Free Fire'ды тастап кеткен аккаунт. Аккаунтында бізде 85-ші уровень 52 мың лайкты жинап тастаған. Рейтингін айтатын болсақ, бізде екі рейтингтан да бізде бронза, яғни заброшенный болғаннан кейін екеуінде де бізде көтерме
бермеген. КБдан бізден 6 рет мастер болған, боардингтан бізде тоже 6 рет болыпты. Описаниясында бізде өзінің тиктогын ба, инстаграм ба бір нәрсесін жазып кеткен. Пропустарын айтатын болсақ, бізде барлық пропусты алған, яғни бізде бірінші ғана пропусты алмаған, қалған бүкіл пропусты алып кеткен. Бірақ ең жаманы Free Fire тастаған. Енді осындай аккаунт қарасыңдар. Сетіне оценка беретін болсақ, қолында осындай кулак бар достар, оттың кулагы. Содан кейін бізде басында осындай самурайдың басы бар, ал үстіне достар олдовский футболка. Астында болса бізде осындай штаны ангела бар, қызыл. Содан кейін бізде тәпішке аяққа. Соңғысы бізде осындай анимация достар, жаман емес деп айтсақ та болады, негізі әдемі эмоция. Матчтарын көретін болсақ, бізде солодан 32%-ға жетпей ойнаған екен достар, нормально. Дуодан болса 36%, ал отрядтан болса 42% ойнаған. Негізі аккаунтты айтатын болсам жаман емес достар, элитный пропусттың кезінде 85 уровенге көтеріп тастаған болады. Ал біздің 5-ші аккаунтымыз осындай болып шықты. Осыдан кейін 6-шы және де соңғы аккаунтқа кеттік. Ал енді соңғы аккаунтқа да келіп жеттік достар. Бізде тоже заброшенный аккаунт достар. Давайте аккаунтын көрейік. Енді аккаунтын айтатын болсақ, бізде 67-ші уровень достар, 4500 лайкты жинап тастаған, және де бұл аккаунт достар бізде тоже заброшенный. Бізде бүкіл пропусттар алынған достар. Сакурадан бастап нормаль пропусттарды алған болады. Енді аккаунтына келетін болсақ, КБ рейтингі бізде екеуінен де бронза, яғни бізде заброшенный болғаннан кейін бізде ешқандай нәрсе көтерілмеген, яғни бізде описаниясында бізде last бір нәрсе деп жазып кеткен, is end деп. Ал профильдің мына шетінде бізде ештеңе жоқ екен, яғни бізде пустой. Бірақ мынаның сетін қарасыңдар, имбовый болып тұр ғой. Осыншама пропустың барлығын алып келгенде Free Fire'ды тастаған достар. Енді ойласыңдар, мынанша енді аккаунты енді әдемі деп айтсақ та болады. Енді сетіне оценка беретін болсақ, бізде осындай золотистый, бізде катанасы бар, ал бізде басында самурайдың осындай база, көк футболка, осындай әдемі. Астында көк штаны ангела бар, содан кейін астында осындай кроссовка. Енді ойынын көретін болсақ, бізде солодан қанша пайыз хедшот, бізде 23% ойнайды екен. Дуодан болса бізде 19%, ал отрядтан болса бізде 19% ойнаған екен. Ал біздің соңғы және де ерекше заброшенный аккаунтымыз осындай болып шықты. Бүгінгі видеода сендерге ұнаған ең заброшенный аккаунттарда комментария қалдыра кет. И видеоға лайк басып тіркелуді ұмытпа. Келесіде қандай аккаунттарға обзор жасайын, давайте комментария жазды кетіңдер. Ал сендермен бірге болған мен Микош. Келесі видеоларда көріскенше.